Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен штрудель пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді, тойымды тағам. Бұл тағамды түскі асқа, не болмаса кешкі асқа жасауға болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз осы тағамды. Өте дәмді. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Бұл тағамды дайындау үшін мендегі тауықтың еті 2 окорочка алдым, және 2 жуа, сосын 1 келідей картопты тазалап дайындап алдым алдын ала. Енді етімді тураймын, онша майда қылмай, орташа көлемін орташа қылып, осылай турап аламын. Сосын пиязымды турап аламын. Картопты да майда қылмай, 4 бұрышты етіп, сәл әрлеу қылып, осылай турап дайындап алам. Негізі бұл тағамды көбінесе тауықтың етінен жасайды ғой. Мен кейбір кезде сиырдың етінен де жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Енді кастрюльге майымды салып, етті қуырып алам. Сосын оның үстіне пиязды салып, және тағы кішкене қуырып алып, картопты саламын. Сосын үстіне қайнаған су құйып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламын. 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық кепкен укроп. Свежий укроп болса, тіпті қатып кетеді. Енді бетін жауып қойып, 30 минут 40 минут пісіріп, бай отта пісіріп аламын. Енді кастрюлем қайнап атқанда қамырымды елеп алатын боламын. Қамырыма 1 жұмыртқа, 100 грамм су, дәміне қарай тұз салдым. Және мендегі 300 грамм ұн. Осылай қамырымды елеп дайындап алам. Елеп алып, 15-20 минут демалдырып қойып қоямын да. Сосын қамырымды жаюға кірісемін. Қамырды жұқа етіп жайған дұрыс. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Міне осылай қамырымды жұқа етіп жайып аламын да, енді үстіне май. Мендегі май кеше холодец жасағам, сол сүйектің майы, сорпаның бетіне шыққан, сол майды құйып алғам. Енді сол сүйектің майын қамырдың арасына жақтым. Өте дәмді болады. Осылай кесіп алам, бөлік-бөлік қылып. Мінеки арасы жабыспайды, әдемі болып пісіп шығады. Мінеки осылай кесіп аламын да, енді бағанағы кастрюльге қайнап тұрған етімнің, картоптың бетіне осы қамырды саламын. Қамырды салып, шамамен 20 минуттай бетін жауып, бұқтырып қоям. Мінеки менің тамағым дайын болды, өте керемет. Қамыры да бір әдемі болып шықты. Жабыспай, арасы күшті болып шықты. Өте дәмді тағам. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті дәмді рецепттер шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Осы рецептпен осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Сау болыңыз.